Ассалаумағалейкум қазақстандықтар. Баршаларыңызға кеш жарық, біреулерге қайырлы күн. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қазіргі көрсететін Microsoft Office бағдарламасындағы негізгі программаларға Word, Excel, PowerPoint, сонымен қатар архиваторлардан WinRAR бағдарламасына қалай парольді қоямыз, өз құжатымызды қалай парольмен байлап тұстауға болады, және оны қалай алып тастауға болады. Сол туралы қысқаша видео түсіремін. Қазір сіздерге соны қалай жасау керек екенін көрсетемін. Ал ендеше кеттік. Ең бірінші қарап отырсаңыздар, бірінші Word документін алайық. Microsoft пакетіне кіретін, Office пакетіне кіретін негізгі бағдарламалар өмірде көп кездеседі. Осындай бір кез келген документті аламыз, ішіне жазайық. Бір кез келген сөзді. Мысалға, тексеру. Осы документке, файлға кірген кезде, сведения деген мәзір бар. Сол жерге кірсеңіздер, разрешение деген, защита документ деген, сол батырманы басасыздар. Соның ішінде зашифровать паролем деген батырманы бассаңыздар, осы жерге өзіңіздің құжатыңызға пароль қойып тастай аласыз. Мысалға 1, 2, 3 подтверждение сұрайды. Қосымша 1, 2, 3 басамын. Осымен пароль қойылды. Енді жабамын, сақтаймын міндетті түрде. Енді осы документім парольдің қоюдың ерекшелігі неде? Пароль өзіңіздің құнды мәліметтеріңізді басқа біреулер почтамен жіберген кезде, қазір көп қой, WhatsAppпен жіберген кезде біреулер жолын тауып, ұрлап алып файлдарыңызды, или бір жерге флешкамен бір жерге апарған кезде принтерден бір жерден шығартасыздар, мысалға принтерден. Сондай кездерде құжаттарыңызды сізден басқа ешкім аша алмасын десеңіздер, осындай парольдерді қоюдың тиімділігі өте зор екен. Енді қарайық, тексерейік Word'та. 1, 2, 3. Мысалға қате жазсам мына жерге, егер паролін білмейтін адам әрекет жасаса, осындай қате шығарады екен. Парольсіз бұл бағдарламаға, сіздің файлыңызға мүмкіндік ала алмайды. Сондықтан қайтадан ашам. 1, 2, 3 паролін терем. Осылай документті өзіңіз ашып аласыз. Енді осыны қалай алып тастауға болады? Соған кірем. Сведения, разрешение, защита паролем, зашифровывать паролем. Осы жерде осы парольді ішіне кіріп алғаннан кейін өшіріп тастай саламыз. Бос орын қалдырамыз. Ешқандай пробелдің өзіне ешқандай нәрсе қоюға болмайды. Сондықтан бос орын қалдырып, окей батырмасын басамыз, жабамыз, сақтаймыз. Енді қайтадан ашып көретін болсақ, бұл жерде көрдіңіздер, парольді біз алып тастадық. Дәл осылай Excel бағдарламасына да қоюға болады. Жаттығып жасап көріңіздер өздеріңіз. Немесе PowerPoint. Дәл осылай кіресіздер. Файл, сведения, зашифровать пароль. Тағы да 1, 2, 3. Подтверждение міндетті түрде сұрайды, чтобы сіздер қате жіберіп алмау үшін. И ашып тексеретін болсақ, парольсіз ешқандай қолданушы біздің осы документке кіре алмайды. Дәл осылай PowerPoint-қа да жасауға болады. Көрсетіп жіберейін. Файл, сведения, защита, презентацию, защищать пароль. Вот осылай осы жерге пароль қоясыздар, сонымен сақталады. Енді дәл солай қалай пароль қойдыңыздар, дәл солай парольді алып тастауға болады. Енді келесі бізде соңғы көрсетейін дегенім, осы бір документті ат берейік. Білім деп ат берем. Білім, орысша қойып, қазақша қойып, білім дей салайын. Қазақша әріппен білім. Осы файлға мен архив жасайым. Сол архивке қалай пароль қоямыз? Оң жағын басам, добавить архив.
окейді бассам қазір бізде архивировать етіледі. Осы қысамыз, иә. Сол файлды қысу үшін архивировать. Енді осыны қысудың алдында қалай пароль қойып кетуге болады? Осы жерге дополнительный деген мәзірге кірсеңіздер, соның ішінде установить пароль деген бар. Сол жерге өзіңіздің пароліңізді қоясыз. Мысалға 1, 2, 3 подтверждение жасаймын. 1, 2, 3 окей. Окей батырмасын басам. Менде қарасаңыздар, мынау сол жағында білім деген вордовский файлдың архив варианты пайда болды. Енді осы архивті кез келген біреуге жіберсеңіз, оны ашқысы келген адамнан пароль сұрайды. Немесе сразу извлечь жасайын десе, сразу парольсіз оған ешкім извлечь жасап бермейді екен. Сондықтан парольді білу керек міндетті түрде. 1, 2, 3 қате болса кіре алмайды. Пароль дұрыс болса, мынандай білім деген папка пайда болады. Соның ішінде бұрынғы біздің біліміміз, файлымыз ашылады екен. Жалпы айтайын дегенім болса, көрсетейін дегенім, жаңадан компьютерді үйреніп жүрген мамандар болатын болса, бұрын осындай парольдерді қалай қою керектігін білмей жүрген кісілер болатын болса, соларға пайдам тиді деп ойлаймын. Егер каналымызға жазылмасаңыздар, міндетті түрде жазылып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, комментария қалдырып кетіңіздер. Егер осы жазылған видео ойыңыздан шығып сізге ұнап жатса, лайк басып кетіңіздер. Бір нәрсе айтып кетейін, енді осы қойылған парольдерді ұмытып қалса не істейміз? Сол ұмытып қалған жағдайда осындай үлкен программалардың паролін қалай бұзамыз, қалай алып тастауға болады? Мүлдем парольді білмесек, сол сұраққа жауапты алдағы видеода жазатын боламын. Бірақ бір ұсыныспен, егер 500 лайк басылып осы видеоға 500 подписчик көрермен жиналатын болса, мен алдыда осы мәселені қалай шешуге болатын туралы видеоны міндетті түрде сіздерге жақсылап түсіріп беретін боламын. Әзірге сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық ағайын.